Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Рим ежелгі дүниенің ең қуатты империясына қалай айналды? Мәңгі қала. Ежелгі Римнің тарихы дүние жүзі тарихының маңызды кезеңінің бірі болып саналады. Римнің негізі біздің заманымызға дейін 754-753 жылдары қаланды. Қалада ежелгі ғимараттардың қираған бөліктері қазіргі күнге дейін сақталған. Бірегей ескерткіштердің бірі Колизей. Колизей бұл Рим амфитеатры. Амфитеатр сөзі ойын-сауыққа арналған орын деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Рим ақыны Марциал Колизейді осындай сөздермен шырқады. Мысырлықтар, пирамидаларыңызды мақтан тұтпаңыз. Ассириялықтар, Вавилонмен мақтанбаңыз. Оларды императордың жаңа амфитеатрымен салыстыруға болмайды. Бұл барлық адамның жаратылыстарын көлеңкелейтін даңқтың белгісі. Ежелгі Римдегі билік. Біздің заманымызға дейін 8-7 ғасырларда Римді патша басқарды. Елдің алғашқы патшасы Ромул болды. Оған ақсақалдар кеңесінен құралған сенат бағынды. Біздің заманымызға дейін 510 жылы өзінің қатыгездігінің салдарынан соңғы Рим патшасы Тарквиний биліктен қуылды. Осыдан кейін Римді 2 консул басқарды. Консулдардың біреуінің күшеюіне жол бермеу үшін олардың құқықтары теңестірілді. Консулдарды халық жиналысы 1 жыл мерзімге сайлады. Олар сенаттың жұмысына басшылық етті. Сонымен Рим республикаға айналды. Заңдар халық жиналысында талқыланып, сенатта бекітілді. Рим форумы. Бұл жерде сенат пен халық жиналысы өткізілген. Ежелгі әлемнің ұлы әскері. Рим әскерінде елдің еркін азаматтары қызмет етті. Олар императорға адалдық антын берді. Бұл жауынгерлер басқа елдердің жалдамалы әскеріне қарағанда сенімділігімен ерекшеленді. Осылайша Рим әскерлері 200 жылдан астам уақыт бойы күш-қуатымен теңдессіз болып саналды. Әскер легиондардан құралды. Әр легион жеңіл қаруланған және ауыр қаруланған жаяу әскерден, сонымен қатар атты әскерден тұрды. Рим әскерінің қару түрлері. Гастрофет немесе арбалет. Адамның қарнына тіреп ататын садақ. Ол ағаштан жасалған бірнеше тақтайшадан құралды. Садақтың төменгі жағы тіс тәрізді болған. Үстіңгі тақтайша сырғанап, садақтың адырнасына ілінген. Онагр. Ежелгі артиллериялық қару түрі. Құрылғы ұзын жіпке бекітілген лақтырғыш иіннен құралады. Оқ осы иіннің аяқ жағына орналастырылған. Сары шаян немесе скорпион. Катапульттың түрі. Оның негізгі бөлігі таяныштан тұрады. Таяныштың көмегімен қаруды бұруға және бүгуге болатын. Рим жаулаушылық соғыстардың нәтижесінде ұлы империяға айналды. Ал енді Римнің әскери тарихының кейбір белгілі оқиғаларын қарастырайық. Олар бізге сол заманның оқиғаларының көрінісін түсінуге көмектеседі.
Рим жауынгерлері ұзақ уақыт бойы далалық лагерлерде тұрған. Уақыт өте келе кейбір әскери лагерлер қалаларға айналған. Өз атауларында Честер немесе Кастр деген жалғауы бар еуропалық қалалар римдік әскери лагерлері негізінде пайда болған. Мысалы, Манчестер, Рочестер, Винчестер, Донкастер, Ланкастер, тағы басқалары. Пир жеңісі. Италияның оңтүстігінде римдіктер пир басқарған грек әскерлерімен шайқасты. Осы шайқаста римдіктер өмірлерінде бірінші рет әскери пілдерді көрді. Римдіктер осы алып жануарлардың қатысуымен өтетін шайқастың соғыс тактикасын әлі білмейтін, бірақ олар ерлікпен шайқасты. Пир әскері зор шығынға қарамастан жеңіске жетті. Пуний соғыстары. Біздің заманымызға дейін 146 жылы Рим Карфагенмен соғысты. Бұл мемлекет солтүстік Африкада орналасқан. Римдіктер Карфагеннің тұрғындарын пундар деп атады. Сондықтан екі ел арасындағы соғыс Пуний соғыстары деп аталды. Жалпы 3 Пуний соғысы болып, нәтижесінде Карфаген жеңілді. Рим күшейіп, Македония, Грекия, Испанияны жаулап алды. Біздің заманымызға дейін 59 жылы Цезарь Римнің консулы болып сайланды. Ол Галлия мен Британияны жаулап алып, Римнің даңқын асқақтатты. Оның қарсыласы Римнің екінші консулы Помпей болды. Цезарь Галлияда болған кезде Помпей Римнің билігін жаулап алуға талпынды. Сол кезде Цезарь Рубикон өзені арқылы өтіп Римге бағыт алады. Ол Помпейді Египет еліне қашып кетуге мәжбүр етеді. Цезарьдің жеребе тасталды, Рубикон арқылы өту деген сөздері қанатты сөзге айналған. Ол тәуекелге бел байладық, одан кері шегінуге болмайды деген мағынаны білдіреді. Цезарьдан кейін Октавиан билікке келді. Біздің заманымызға дейін 29 жылы Сенат оған император лауазымын берді. Римге қазіргі Венгрия, Албания, Хорватия, Босния, Герцеговина, Болгария және Британия аумақтары қосылады. Сонымен біздің заманымызға дейін 1 ғасырда Рим империяға айналады.